Әкем көп айланысқан осы Ертұрманмен. Сол кісіден одан кейін осы Шебер ауылына келгеннен кейін сұраныс бар екен Ертұрманға, көрдіңіз бе? Содан баяғы осы Ертұрманмен айланысып кеттік. Әкей көп айланысқан. Ол кісі өзі мамандығы ветврач, ат мінген деген сияқты. Соны баяғы Ертұрманы өте әшекейлі, мысалы қысты күні шана жегеді, оның да мысалы әбзелдері, анау қамыт, сайман бәрі дегенің әшекейлеп, содан қызығып, сол кісіден үйрендім мен, сол кісі үйретті. Мына балға өзі әкемнен қалған балға. Әкем солақай, мен де солақайым. Өзі неге екені осы солақай қолға өте ыңғайлы. Ол кісі де өзі қанша жыл ұстағанын білмеймін, әйтеуір өзіме маған қалтырып кетті ғой осы балғаны. Әке көрген оқ жонар деген осы. Қазақтың шеберлік, ұсталық өнерінде атадан балаға жалғасатын осындай дәстүр бар. Бұл сабақтастық Сәкен ағаға әкесінен дарған. Қазір шебер қазақ қолөнерін ұлықтап жүрген өнер жанашырларының бірі. Өнердегі алғашқы қадамын суретшіліктен бастаған. Қазір ертұрман жасайды. Бұл кәсіпті өнер деп емес, ата-баба аманаты деп қарайды. Тұрманшы бірінші ағаш шебері болу керек. Ағаштан оя білу керек дегендей. Әрбір ағаштан шаба бермейді, оны да білу керек деген сияқты. Одан кейін мысалы айтайық терімен. Теріні жақсы білу керек, оны илеуін, оны баяғы жүнін түсіруін деген сияқты. Ірі қараныкі көбінесе қолданылады. Түйенікі, ірі қараныкі, жылқының өзінің терісі де қолданылады. Солардың баяғы жүнін түсіре білу, оны илей білу, соның бәрі тұрманшы білу керек. Одан кейін былғарымен жұмыс істей білу, қайыс былғары дегенмен. Одан кейін мысалы мұны ою өрнектер оған басылады, оны да білу керек. Қазақ пен жылқы егіз. Бұл ұғымды ертұрманның дамуынан, түр-түрге бөлінуінен, үлкен мәдениет жетістігіне айналуынан байқауға болады. Мәселен, зерттеуші Виктор Зайберттің айтуынша, Ботай қорымынан табылған 40 мың пырақ жылқы доместикациялаудың айқын көрінісі. Сол қорымдардан табылған алғашқы ердің прототиптері бүгінгі ертұрманның негізі. Ол атқа салуға, адамның тұруына ыңғайлы, әшекейсіз көрпеше тәрізді болған. Ертұрман жасайтын адамды тұрманшы дейді. Тұрманшылар қазақ қолөнеріндегі ең толық шебер, толық маман. Темірші, зергер, өрімшілер бұл кәсіпке келгенде тәжірибелі тұрманшыдан бата алатын дәстүр бар. Кең пейіл кетпес дәулет берсін. Ертұрман жасайтын адамдарды өте құрметтеген. Енді өзі бір ертоқымның өзі жасалуы дейік, міне мысалы ең басынан басталғанда көп уақыт алады. Көрдіңіз ба? Оны анау мысалы ертоқымның өз басын жасап, одан кейін оны баяғы шектерімен тартып, одан кейін былғарымен. Зергерлік жұмысы қанша уақыт алады. Зергерлік жұмысында онда қазақта көбінесе мысалы көне кездесіп жүрген ерлерде қақтаған. Ал қақтау деген, күмісті қақтау дегеніңіз, ол мысалы темірді шауып отырып, жұқа темірді. Енді ол жұқа темір болғанда 1,5-2 миллиметрлік темірлер ғой. Соны шапқылап отырып, соның бетіне күмісті жұқартып отырып, соны жабыстырған. Қақтау дейді. Күміспен қақтап, алтынмен аптап деген сөз содан шығып отыр ғой, көрдіңіз ба? Одан кейін мысалы алтынмен аптағанда онда сынаппен, түтікпен отырып, ол өзі өте зиянды. Бұрынғы көрпеше тәрізді жалпақ ағаш ер енді 5 ағаштан қосылған толық жабдыққа айналды. Ердің пайда болуы көшпенді өркениетін жаңа белеске көтерді. Үзеңгі тағылған ертоқым далалықтардың ұзақ жолға шығуына мүмкіндік берді.
ұрыс кезінде ат үстінде тепе-теңдікті сақтауына көмектесті. Мініп түсуге, шауып бара жатып әртүрлі әскери жаттығу жасауға жол ашты. Қысқасы, толық жабдықты ердің пайда болуы, бір дәуірдің алмасуы. Байырғы түркілер 6 қабат үзеңгі тағып, ашабас ерге мініп, ұлан қайыр жерін жаудан қорғады. Ер-тұрманды өзімізге телудің тарихы да, ғылыми да дәйекті негізі бар. Ал енді бұл түркі халықтардың екенін, көшпелі халықтарға тән дүние екендігін қазір ғылымда анық мойындалған. Оның бір айқын дәлелі мен бір деректі айтып өтейін. Мына адамның бас сүйегінде ми сауытының астында тұратын, оның үстінде гипоталамус жаңағы басқа жұлынның мен мидың арасындағы аралығы, сонда бір бөлігі, сонда орналасқан бір сүйек бар. Пошымыз жаңағы екі қасы бар, ортасы ойыс, оның кейін бір жағы бетіп қаптал тәрізді болып кеткен. Неге? Кәдімгі ерге өте жақын келеді. Бұл сүйекті жаңағы анатомияда ғылымда селла турсика, немесе орысша айтсақ турецкое седло, яғни түрік ері деп атайды. Бұл жаңағы ғылымда ер-тұрманның көшпелі түркі халықтарына тән екендігінің бір айқын дәлелі. Ер-тұрман жабдықтың толық атауы. Бұған ердің сүйегі, яғни қаңқасы кіреді. Жүген мен ноқта жатады. Өмелдірек пен құйысқан, төс тартпа мен айыл тартпа, үзеңгі мен ішкілік, тоқым, ат көрпе де кіреді. Ер-тоқыммен айланысып, ер-тұрманмен айланысқаннан кейін, бұны әр түрін жасау керек бар. Қазақта өзі негізгі 5 түрі бар. Мысалы, айтайық, ұлы жүздің құран ері дейді, найман ері дейді, арғын ері дейді, одан кейін керей ері, адай ері деп. Киноға көбінесе қазақ фильммен жұмыс істестікте, Біржан Салдың киносында Досқан Жолжақсынов өзі бидеп айтты. Анау Баймағамбет деген бай ер-тұрманымен сыйлайды атты. Көрдіңіз ба? Ол арғын, анау ер-тұрманы бәрі арғын ері болу керек деп. Сол міне мысалы арғын еріміз үйрек бас келетті басы. Ал енді мысалы ұлы жүздің құран ері, оның басы бөлегірек міне мысалы. Ал бет пішіндері бұлай өзінің қапталы, қасы бәрі ұқсас келетті, бастарынан ғана айырмашылығы. Ерші немесе тұрманшы шеберлер ер-тоқымды ағаштан шауып құрап жасайды. Құрап жасалған ер құранды ер, шабылған ер, шаппа ер деп аталады. Жалпы қазақ жерінде ер-тоқымның бірнеше түрі кездеседі. Жер жағдайына, айналысқан кәсібіне, аймақтық ерекшелігіне қарай үйсін ер, найман ер, керей ер, ада ер, арғын ер деген түрлері бар. Сәкен аға осы жәдігерлердің барлық түрін жасайды. Ол әрбір ер-тұрманның өзіне тән ерекшелігі бар екенін айтады. Мысалы, найман ері дейміз, найман ері айбас келеді. Артыңғы қасы жатыңғы келеді. Керей ері де солай, бірақ артыңғы қасы, оның артқы қасы тік келеді. Сонда кішкене ғана айырмашылық. Керей ері мен найман ерінің. Кіші жүздің қозы құйрық деген, одан шошақбас деген ері бар. Көрдіңіз бе? Екі түрлі ер. Оны қазақ адай ер деп те атай береді. Ақбас ер деп атайды. Өзі атаулар енді бола береді сондай. Олардың айырмашылығы алдыңғы қасы тік келген, мысалы қозы құйрықтың. Одан кейін оның белдемшесі көңмен ғана тартылады. Көрдіңіз бе? Мына ер-тоқымдарда бәрінің белдемшесі ағаш болып келсе, оның белдемшесі көңмен тартылған. Жеңілдеу келеді, сондай айырмашылықтары. Ер-тоқым қолөнер мәдениетінің озық жетістігі ғана емес.
тұнып жатқан дала энциклопедиясы. Бұл ер-тұрманға қатысты атауларды келсек, тек ерге қатысты 20 шақты атау кездеседі. Ал қазақ ер өзі жайпақ аударғанға қолайлы не болып келсе, мына қалмақтың ерлерінің екі басы шошақ, алдыңғы қасы тікшелеу келеді. Ал оның сәнделуіне қарай неме сәндейді? Сүйекпен сәндейді, ақбас ер сүйекпен сәндесін, немесе сарғасқа ер. Оны сүйекпен емес, жаңа көммен қаптап қойса, көнбас ер дей салады. Ер-тұрманның аймақтық рулық атауларынан тыс, адамның жасы мен жынысына қарайда алуан түрлері кездеседі. Кіші жүздің қозы құйрық ері деп аталатын ер-тоқым сыртынан қарағанда ерекше сәнді, күміспен күптелген. Ою өрнектерде өзінше әсем. Ер-тоқым тұтастай оюға малынып өрнекке көміліп тұр. Әшекейі бірін-бірі қайталамайды. Аң құс бейнесі салынған. Құрым теріге күміс шегемен білдірмей шегелепті. Ердің басы жас қозының құйрығына да ұқсайды. Ер-тоқымның өзі сыртынан қараған кісіге қойдың қозысы сияқты көрінеді. Ұлы жүздің құранды ері, одан кейін арғын ерінде көбінесе енді ою өрнектер өзі әлгі өсімдіктерге, нелерге байланысты оюлар. Көрдіңіз ба? Өйткені алдыңғы қас өзі шағын келген, соған байланысты ою өрнектері ұқсайды енді бірге. Ал енді мысалы найман ері мен керей ерін алып қарасаңыз, онда көбінесе ою өрнектер, өйткені алдыңғы қасы айбас келеді ғой. Оған көбінесе қошқан мүйіз, түйе табан, сондай үлкен ою өрнектер. Содан білініп тұрады. Ол анау тоқымға, тебінгіге салған ою өрнектері де солай. Әйелері көбінесе енді айбас. Ол найман ері де, керей ері де айбас қой. Әйелерінің артқы отырар қапталы артқы қасы кішкене кеңдеу келеді. Одан кейін оны көбінесе енді әйелерін қазақтар көп керемет жақсы әшекейлеген. Оның оюлары да нәзігірек келген. Одан кейін ана үзеңгісі өзі әйел адамға шағын. Сүйегін шомдап, шаптым талды қиып, аласа артқы қасы алды биік. Атқа да, адамға да жайлы бұл ер. Алсаңыз, өкінбейсіз малды жиып. Тартпасы құйысқан мен өмілдірік, үзбелеп, әшекейлеп төгілдіріп. Дәркембай деген ұстаз даярлаған сізге деп көздің майын төгіп жүріп. Дәркембай Шоқпарұлының шәкіртім. Ол кісі керемет білетін енді бұл ұлттық, қазақтың ұлттық өнерін жарыққа шығарып кеткен сол кісі ғой міне. Әлгі Совет өкіметі кезінде құлдырап, бәрі түсіп кеткен кезде өнеріміз біздің сол кісі жарыққа шығарған. Мен сол кісінің прямой шәкіртімін өзі. Сол кісіден көп мені үйрендім дегендей. Мысалы, мына ер-тоқымның өзін жасаған кезде әлгі өлшемдері бар. Үлкен сүйем, қысқа сүйем деген сияқылды қолмен. Мысалы, жүгеннің өзінің өлшемдері. Енді ол кезде, бұрынғы кезде, мысалы, көбінесе әлгі линейкімен, сантиметрмен өлшеп отырған жоқ қой. Ол кісілер көбінесе әлгі ұстам, солармен 4-елі, 5-елі деген сияқылды сондай өлшемдер. Көрді? Қазақи өлшемдер көрдіңіз ба? Соның бәрін сол кісіден үйреніп. Одан кейін мына қалыптамалар жасауды сол кісі үйретіп кетті бәрін. Талай шәкірттерді дайындадық. Қазір жұмыс жасап, осы өнер саласында жүр шәкірттерім. Ершінің қолынан шыққан туындылардың қай-қайсысы да арзан болмаған. Бұрынғы заманда ауқатты байлар алтынмен аптап, күміспен қақтаған ер-тұрманды бір үйір жылқы беріп жасатыпты. Мұндай мысал көп. Тіпті тұрманшы шеберді үйіне алдырып, айлап қонақ қылып, ат мінгізіп, шапан жауып ер шаптыратын дәстүр бар.
Онда ер-тұрманның арзан болмайтыны анық. Шеберде барын салады. Көз май, көңіл суреті түскен жәдігерлердің мұражайларда сақталуы оның құндылығында. Бір сөзбен таптырмайтын тәбәрік. Қазақ ерін саф өнердің құнын білетін шетелдіктер де жоғары бағалайды. 27 жыл болды деп отырмын ғой. 27 жылдың ішінде мен әлгі Северный Кореяның президенті болды, марқұм болып кетті ғой. Қазіргі президенттің әкесі Ким Чен Ир, иә. Сол кісіге осы бізде Қазақстанның корейская диаспора сол кісіге ер-тұрман сыйлады. Осы біздің қазақы ерді. Бірақ қып-қызыл былғармен былғарладық әлгіні. Өйткені олардың өзінің түсі көбінесе сол қызыл ғой, жақсы көретін. Анау әлгі тоқымға қызыл сары жұлдыз, қызыл тоқымға сары жұлдыз салып тұрып, сондай ер жасадым. Америкада, штат Кентуккида музей бар екен. Музей лошади дейді, жылқының музейі. Сонда менің бір қазақы ерім, осы ұлы жүздің құрандері тұр. Оны көрген адамдар көріпті, да барған адамдар көріп, соны айтқаны. Анавана орк стеклоның астына салып қойған дейді. Одан кейін бет сиятындай не бар, орын бар дейді. Әлгі жүрет есігі бар. Сұрадық дейді, бұл не үшін деп. Ана былғары қайыстың иісін иіскеу үшін жасалып қойған деп, сондай жер сөйтіп қойыпты. Еліміздегі мұражайларда да ер-тұрманның алуан түрі кездеседі. Бірақ хас шебердің қолынан шыққан жәдігер ғана құнды болмақ. Мәселен, Шығыс Қазақстандық атақты тұрманшы Нәби Кәрбаев 1937-38 жылдары Қытайдың Шыңжаң аймағында Көлбай қажының тапсырысымен байдың үйінде 9 ай жатып ер жасаған. Кейін аумалы төкпелі заман басталғанда әлгі ерді шебердің ұрпақтары 100 қой беріп қайтарып алыпты. Ер-тұрман қазір өз еліміздегі мұражай қорының ең сүбелі туындысы. Өнілдір құйысқандардың ұсақ үзбелеріне дейін бір композициялық стильде өте жоғары шеберлікте орындалған. Ердің алдыңғы қасы, соның тоқымдарының нелері, қазіргі айтқанда өте бір өнердің үлкен туындысы ретінде оны қарастыруға болады. Ер-тұрманға қатысты салт дәстүрдің дені әлі күнге дейін ел ішінде жақсы сақталған. Мәселен, салыскерлерге немесе би сұлтан ақсақалдарға ер-тұрманмен ат сыйлау бұрыннан қалған ғұрып. Қыздың жасауына жаңағы ең бір қомақты бөлігі ер-тұрманы. Өйткені ол өз көлігімен жүру керек. Көлік тауыстыруға болады, бірақ ер-тұрманды ауыстыра алмайды. Сондықтан қыздың жасауы ерекше сәнделген, массивный, ауыр, алтындалған, апталған, тастан көз қойылған, соны ерекше сәндетіліп жасалады. Бүкіл тұрманымен, өмілдір құйысқанымен осылай жасалады. Ал ер адамдарға ер-тұрмансыз болу деген ол ең үлкен қасірет. Жаяулықтан да үлкен қасірет. Сондықтан әркімнің өз ері болған. Бізде мынандай бір оқиға болған екен, біздің Алтайда менің үлкен атамның, үлкен бір апамыз, әжеміз қартайғанда кішкене ұлғайып қапты. Қазақша қазіргі қолмен алжи бастаған. Атқа өздігіне отыра алмайды. Үлкен баласы артына мінгеседі дегенде, анасын алдына алып жүреді екен көште. Сонда айтады екен: балам, көшкен сайын неге маған мінгесесің? Өзіңнің ерің жоқ па деп сұрайды екен жарықтық. Сол тәрізді бұл ер-тұрмансыз болу деген үлкен қасірет. Қолөнер туындыларының қай-қайсысы да дәстүрлі талапқа сай болуы керек. Ұлттық өнерді жаңа заманға сай жаңартамыз деп, байырғы түп нұсқасын бұзуға болмайды. Қазақтың ер-тұрманы бұрын қалай болды, солай болып қала береді. Ер-тұрманның үстіне аттамайды, теппейді. Өйткені жылқының иісі сіңген қадірлі қасиетті дүние,
тек ер тұрман ғана емес, оның ішінде ішкілігі, тоқымы, ішпегі, оның жылқының терісі сіңген келген дүниені қасиет деп санайды. Жүгенді біреуге сыйлауға болмайды. Жүгенді барын сыйлап тұрса да, жүгенін алып қалады да, орнына ана өз жүгенін тағып алып кетеді. Осындай бір тыйым бар. Ерді үйге бір жерге қойғанда алдыңғы қасын бері қаратып қою керек. Үйге қарай. Ары қаратып қоюға болмайды. Ол жаман ырым деп есептеледі. Ер-тоқым көшпенділердің сан алуан озық мәдениетінің тоғысқан жетістігі. Бұл 10 саусағынан өнер тамған хас шеберлер ғана жасай алатын асыл қазына. Жылқыны қолға үйреткен дала өркениетінің өшпес жеңісі мен жемісі. Ер-тұрман, сақ, ғұн, түркі батырларының жорықтарына жеңіс сыйлаған алтын тұғыры.